истихара намазын оқыған кезде ол қыздың басқа біреумен жүріп жүргенін түсімде көрдім дейді. Және де бір күн өткеннен кейін сол қызды басқа жігіт алып қашып кетіпті дейді. Біз Алланы естен шығарған кезде уайымға, қайғыға, стресске, депрессияға душар боламыз. Жүректің тыныштығын тапқың келе ма, әрдайым Алламен байланыста бол. Намазыңды оқы, құлшылығыңды жаса. Аллаға сеніп тәуекел етуге жетті деп, оны қалай тәуекел етеді, қалай сеніп тапсырады, сол жайлы айтып өтсеңіз? Аллах тағала бір адамды себепкер етіп қояды. Аллаға күйеуіңді тапсырды, бірақ вообще күйеуіңе звондамай қой деген сөз емес. Осы мен мысалдар келтіріп отырып, пайғамбарымыз деп қалған кезде, ана әйелдің аузы жыбыр-жыбыр ете қалады деп ше. Ал Аллах тағала сен пендесің, сенің қателесуге құқығың бар деген кезде, біз өзімізге қателесуге құқық бермейміз. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам бұл өмірде адамдар шүкірсіз болып кеткен дейді. Шүкірсіз болған кезде адам не істейді? Ол таңертең тірі болып оянған үшін шүкіршілік ете алмайды. Барды жоқ қылатын да, жоқты бар қылатын да Алла екенін ұмытпауымыз керек. Сәлеметсіздер ме, қайырлы күн. YouTube каналыма қош келдіңіздер. Бүгін біз сіздермен жүрек тыныштығы Алламен байланыс атты керемет подкастын түсіретін боламыз. Осы подкастта сіздер керемет ақпараттарды ашық түрде сұрақты қойсын деп Аружан ханымды шақырып отырмын. Аружан бүгін бізге сұрақтарды қойып, подкастың әдемі ашылуына ықпал тигізетін болады. Аружан ханым, өзіңіз таныстыра кетсеңіз. Сәлеметсіздер ме, тағы да қайырлы күн. Сіздермен көріскеніме тағы да қатты қуаныштымын. Бізде бүгінгі тақырып жүрек тыныштығы. Алғашқы сұрағымнан бастай берейін. Жалпы жүрек тыныштығы деген не? Осы жайлы айтып өтсеңіз, ашып айтсаңыз. Жалпы жүрек тыныштығы деген ол Алламен байланыс деп айтқым келеді. Яғни адамның жүрегі қашан тыныштық бұзылады? Алланы естен шығарған кезде. Біз Алланы естен шығарған кезде уайымға, қайғыға, стресске, депрессияға душар боламыз. Ең бірінші, әрдайым сіздің жүрегіңіз нұрланып тұру үшін сіздің жүрегіңіздің бар екенін ұмытпауыңыз керек. Мысалы үшін қазір мен сіздерге өзіңіздің құлағыңызға мән беріңізші, өзіңіздің саусақтарыңызға мән беріңізші демейінше, сіздің фокусыңыз не айтады деген сияқты ақпаратта болады. Ал когда мен мән бер деген кезде, сіз өзіңіздің құлағыңыздың, өзіңіздің саусақтарыңыздың мән бар екеніне мән бере бастайсыз. Тура сол сияқты адамдар қазір уақыттың тез өтуіне байланысты, қазіргі ақпараттардың өте көпшілігіне байланысты Алланы естен шығарып алып жатыр. Алланы естен шығарғаннан кейін жүрек бұзылады, жүрек тыныштығын ұмытады. Неге? Өйткені біздің жүрегіміз жаннатта жаралған екен. Жаннатта жаралғаннан кейін ол сол жердегі сезімдердің, сол жердегі тазалықтың сезінгеннен кейін ол әрдайым біздің жүрегіміз, біздің жанымыз жаннатқа ұмтылып тұрады. Ал біз жаннатты ұмытып, жүректің тыныштығын бұза бастаған кезде біздің жүрегіміз қысылып, бізде как будто бір жаман дүние болып қалатын сияқты, как будто бір қазір қорқынышты нәрсе болып қалатын сияқты, всегда бір үреймен, тревогамен өмір сүреміз. Жүректің тыныштығын тапқың келе ма, әрдайым Алламен байланыста бол. Намазыңды оқы, құлшылығыңды жаса, пайғамбарымызға салауатыңды айт, әрдайым зікір айтып жүр. Тілің құр отырмасын. Өсек айтып, өтірік айтып отырғанша, сен зікір айтып, салауат айтып отыратын болсаң, бір жағынан сауапқа кенелесің, екінші жағынан сен уақытыңды тиімді пайдаланатын боласың. Жүректің тыныштығы Алламен байланыспен ғана реттелетін болады. Дұрыс айтасыз. Мысалы, көп адамдар уайымға, қайғыға, стресске, басына қиындық түскен кезде стресске түсіп кетеді. Ол адамдар сол қиындығын Аллаға сеніп тапсыра алмай ма, қалай ойлайсыз? Мысалы үшін қараңызшы, көп адамдарда уайым, қайғы, тревога не себептен болады? Меніңкі деп емденіп алып, және де әрдайымда бір идеальностьқа ұмтылып тұрамыз. Яғни мінсіз болу керек, қарым-қатынас мінсіз болу керек, бала мінсіз тәрбиелену керек, жұмыс идеальны болу керек деген сияқты. Всегда мінсіздікке ұмтыла берген сайын біз не істейміз? Алланың рөліне кіріп аламыз. Ал Аллах тағала сен пендесің, сенің қателесуге құқығың бар деген кезде біз өзімізге қателесуге құқық бермейміз. Біз өзіміз уайымдап жатсақ, энергиямыз болмай жатса, неге менде энергия болмай жатыр деген сияқты уайымға, қайғыға түсе бастаймыз да. Адамның бойында Алланы ұмытқан кезде әлсіздік пайда болады. Яғни намаз оқуға да желаниесі болмайды, орнынан тұрып әрекет етуге де желаниесі болмайды. Ораза ұстап бастайды, бірақ соңына дейін жеткізе алмай қалады деген сияқты. Всегда нәпсісі жеңіп кете бастайды. Адам нәпсінің қалауымен өмір сүрген кезде нәпсіміз бізге айтады: уайымдама, күліп жүр, рахаттанып жүр, өмір деген керемет деп нәпсі сайрап тұрады. Ал жанымыз не дейді? Жанымызда бізде 60 түрлі эмоция болады. Яғни біз қайғырамыз, мұңаямыз, ашуланамыз, ренжиміз, тревогаға түсеміз. Это все нормально, потому что біз пендеміз. Адам тірі кезде ғана
уайымдап, қайғырып, тревогаға түсе алады. Адам өліп қалған кезде бұл сезімнің ешқайсысын сезіне алмайды. Сол үшін сіз уайымдап, энергияңыз болмай, бір нәрсеге тревога басталса, сіз өзіңіздің тірі екеніңізді ұғыныңыз. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам бұл өмірде адамдар шүкірсіз болып кеткен дейді. Шүкірсіз болған кезде адам не істейді? Ол таңертең тірі болып оянған үшін шүкіршілік ете алмайды дейді. Адам таңертең аяқ қолының сау болып тұрған үшін шүкіршілік ете алмай қалады дейді. Біз мына көзіміздің бір өзін сатып ала алмаймыз. Біз мына қолымызды кесіп тастасыншы, біз саусақ орнына ешқашан да қоя алмаймыз. Аяқ кесіп тастаса протез қоюымыз мүмкін, бірақ ешқашан да жаңа аяқ сізде өсіп шықпайды. Сол себепті аяқ қолыңыз сау болса, ауа алып, көзіңіз көріп, құлағыңыз естіп, мұрныңыз демалып тұрса, соның өзіне шүкіршілік етіңіз. Аллахтың беріп қойған нығметтерін, байлықтарын мына денеңізден, жүрегіңізден іздеңіз. Сол кезде сіз өмірдегі ең бай, ең керемет адам екеніңізді түсініп, уайымнан, қайғыдан кетіп, шүкіршілік деген позициямен өмір сүретін боласыз. Ал айтып жатсыз ғой, сіз қазір Аллаға сеніп тәуекел ету қажет деп. Оны қалай тәуекел етеді, қалай сеніп тапсырады, сол жайлы айтып өтсеңіз? Мысалы үшін біз Аллаға тәуекел етуді білмейміз. Сөзбен айтып қоямыз, Аллаға тапсырамын, Аллаға тапсырдым дейді, бірақ өзі ойша крутить ете бастайды. Яғни мысалы үшін баласы ауырса, Аллаға тапсырады, бірақ адам Аллаға тапсырдым екен деп дәрісін бермей, ол қашан жазылады екен, Алла оған қашан шипа береді екен деп күтіп отыруға болмайды. Аллах тағала мүмкін оған медбикелер арқылы шипа беру мүмкін, оған мүмкін бір емшілер арқылы шипа беру мүмкін, бір дәрі арқылы шипа беру мүмкін. Аллах тағала бір адамды себепкер етіп қояды. Аллаға күйеуіңді тапсырды, бірақ вообще күйеуіңе звондамай қой деген сөз емес. Оған жақсы көретін сезімдеріңді айт, оған махаббатыңды айт, Алла разылығы үшін оған сүйікті, тартымды әйел болуға тырыс. Бірақ бізде Аллаға тапсыр дейміз ғой, күйеуіңді Аллаға тапсыр, қызғана берме дегенде айтады. Сонда мен звондамауым керек па, сонда мен хабарласпауым керек па, мен мүлдем оны іздемеймін дейді. Оның астарында одан кейін измена басталады, көнісу басталады, сөйтеді мына балансты жоғалтып алады. Аллаға тапсыру дегеніміз ауызбен де, жүрекпен де Аллаға тапсырып, аузыңмен айтып қойып, бірақ жүрегің уайымдап, миымен нагрузка жасау емес. Жүрегің тыныш, уайымсыз, қайғысыз, Аллах тағала бәрін реттеп береді. Болса жақсы, болмаса 10 есе жақсы деген кезде сіздің өміріңізде өзгеріс басталады. Мысалы үшін мен сізге бір мысал келтіріп берейін. Менде жеке консультациямда бір әйел келді, айтады, мен осы Аллаға тапсыру дегенді білмейтін едім дейді. Сөзбен айтамын, бірақ іспен ешқашан сезініп көрмеппін дейді. Бір күн мен тойым бола бастады дейді. Тойым болатын күні мен мықты осы Қазақстанда танымал бір дизайнерге көйлек тіктірдім дейді. 2 миллион теңгеге көйлек тіктірдім, бірақ тура той күні барсам, көйлегім дайын емес дейді. Той бізде уже кешке, бірақ менің көйлегім әлі дайын емес, ақшасы бәрі төленген. Сөйтіп ішімнен ашуланып, сабырсыз болудың орнына болса жақсы, болмаса 10 есе жақсы. Аллаға тапсырдым, бұл жердің бір хайыр бар деген кезде, жаңағы дизайнер маған мықты италиялық көйлек шығарып тұр дейді. Мына көйлектің бағасы 7 миллион теңге. Біз сізге 2 миллиондық емес, осы мықты, ешкімде жоқ көйлекті ұсынайықшы. Біздің қателігіміз бұл деп, өзінің тарапынан кешірім сұрап, маған наоборот эксклюзив, ешкімде жоқ көйлек беріп тұр дейді. Сол моментте алатын итоқ қандай? Яғни сен Аллаға тапсырып, уайымдап, ұрысып, қайғыра бастасаң, не істейсің? Өзіңнің күшіңді, энергияңды жоғалтасың да әлсіз болып ұтыласың. Ал сен Аллаға тапсырып, болса жақсы, болмаса 10 есе жақсы деген кезінде Аллах тағала абзалынан, қайырлысынан көркем түрден береді екен. Және де осы тұста бір мысал түсіп тұр тағы да. Қазір айта кетейін, есіме түсіп тұрған кезде, жалпы бұл өмірде тағы да бір мысал бар. Адамдардың көбісі өзін баласын Алладан артық жақсы көріп кетеді, яғни присвоить етіп алады. Менің балам деп. Сен өзіңнің балаң үшін көп қиналып, тревогаға түсе берсең, балаң ауыршаң болады. Балаң всегда бір қит етсе құлап қала береді, сынып қала береді. Сол үшін әрдайымда Аллах тағала жаратқан жаратушы анадан артық жақсы көретінін ұмытпау керек. Ананың жүрегіне Аллах тағала 1% мейірім салған екен. Ал оның мейірімі 100%. Сенің балаңды да, сенің өзіңді де, сенің жаратқаныңды бәрін Алла тағала жақсы көреді. Алланың махаббатын, мейірімін сезінген адам бұл өмірде әрдайым бақытты, тәуекелмен ғажайып өмір сүретін болады. Мысал деп айтып жатсыз ғой жаңағы, мен сіздің бір видеоңызды көріп қалдым да, Ясин сүресі жайлы. Сол жайлы айтып өтсеңіз, ол шынымен болған оқиға ма? Маған қызық сол сұрақ. Бізде Ясин деген сүресін Аллах тағала бұл Құранның жүрегі деп айтады. Бірақ осы Ясин сүресі арқылы бір чудо болған. Мен сол чудомен бүгін бөліскім келіп отыр. Жалпы бір әйел екіқабат болған ғой, аяғы ауыр болған, өзі аңсап көтере алмай жүрген баласын көтерген. Сөйтіп сол кезде аяғы ауыр болып, баласын уже құрсақ жақындаған кезінде 8 ай
болған кезде больницаға барса сенің балаң өліп қалды деген ғой. Сенің балаң жүрегі тоқтап қалған, сен 3 күннен кейін кел, біз оған аборт жасатамыз деген. Сөйтіп жаңағы әйел жылайды, қиналады, не істеймін мен, қалайша ол 8 ай жақында туылайын деп тұр ғой деп қабылдай алмайды. Сөйтіп барып жаңағы ине тағатын кореецке барады. Может, сіз осы инемен тірілте аласыз ба деп. Біреулер не істейді, сөйтсе кореец айтса, тамырын ұстап көріп, сенде шанс жоқ, бала өліп қалған, ешқандай бұл шанс бітті деген кезде жаңағы әйел үйіне барады да тек Ясин сүресін оқи берген екен. Аллах тағаладан жылап, Аллахым осы Ясин сүресін оқимын, сен жүрегі бұл Құранның, мен балам жүрегін соқтыршы деп Ясин сүресін оқып, 3 күннен кейін уже білмейді ғой ол қайтадан тірілген. Сөйтіп барып больницаға барып, қайтадан бір УЗИ түсіре салайықшы десе, УЗИда баланың жүрегі соғып тұр дейді. Аллах тағала Ясин сүресін оқу арқылы өліп қалған баланың өзін тірілтіп жатыр дейді. Сосын жаңағы әйел баласын тірі екенін біліп, қуанып, жаңағы ине тағатын кореецке барған ғой. Қараңыз, мына жерде менің баламды сіз өлді деген едіңіз, мына жерде Ясин сүресін оқып, мен баламды тірілтіп алдым деген кезде, кореец дінді қабылдап жүрген ғой, ислам дінін қабылдап, мен Алланың құдіретіне бас идім, Алланың құдіретіне мойынсындым деп, Корея ұлтының азаматы ислам дінін қабылдап, бұл жерде Алланың құдіреті шексіз да, барды жоқ қылатын да, жоқты бар қылатын да Алла екенін ұмытпауыңыз керек. Әрдайым үмітіңіз үзіліп бара жатқан кезде Ясин сүресін оқыңыз. Ясин сүресі Алланың қалауымен мүмкін емес нәрсені мүмкін етуге көмектеседі. Чудо болады өмірлеріңізде. Иә, дұрыс айтасыз. Тағы да бір сұрағым бар сізге. Пайғамбарымызға салауат айту қаншалықты маңызды? Сол жайлы айтып өтсеңіз. Пайғамбарымызға салауат айту, ол мысал үшін қазір екеуміз пайғамбарымыз деген кездің өзінде Аллахума салли аля сайидина Мұхаммад уа аля али сайидина Мұхаммад деп пайғамбарға салауат айтып жіберу керек екен. Менде бір күн жеке консультациямда бір әйел болды. Сөйтіп, осы мен мысалдар келтіріп отырып, пайғамбарымыз деп қалған кезде, ана әйелдің аузы жыпыр-жыпыр ете қалады деп ше, мен салауат айтып жатырсыз ба десем, я дейді, маған сол кезде миыма жетті, до такой степени ол пайғамбар деген кезде іштей сырттай салауат айтып жүреді екен ғой деп қарасам, ол әйелдің үйінде береке, ақшадан вообще қысылу жоқ, постоянно байлықта, гармонияда әдемі өмір сүреді. Сол себептен де бұл жерде айтқым келгені, пайғамбарымызға салауат айтқан жерде береке кіре бастайды екен. Береке ол пайғамбарымыздың өз молшылық. Қаншама имамдарымыз айтып жатыр, пайғамбарды еске алу, бұл молшылықты еске алу деп. Біздің дінімізде 140-тан астам пайғамбарлар бар. Бірақ соның ішінде Мұхаммед пайғамбарымызға біз ерекше мән беріп, ерекше сол кісінің айтқан кезде салауаттар көп айтамыз. Бұл пайғамбарларды бөліп жару деген сөз емес, бірақ арасында Аллах тағаланың өзі Мұхаммед деген кезде біз де пайғамбарымызға салауат айтып, дінімізде ұстанып, кім пайғамбарға салауат көп айтады, сол адам қайтыс болған кезде пайғамбардың жанында оянады дейді. Сол үшін де қолыңыз бос кезде әрдайым салауат айтып жүруге әдетке айналдырыңыз. Керемет жауап болды, рахмет үлкен сізге. Осы Алланың көркем есімдері, мысалы Алланың 99 көркем есімі бар, соны жаттап, жазып жүрген адамдардың армандары тез орындалып жатады деді, ол қаншалықты рас? Сол жайлы айтсаңыз. Бұл оқиға 100% рас деп айтқым келеді. Неге? Себебі жаңағы айтып жатырсыз ғой, Алланың көркем есімі деп. Алланың көркем есімін жатқа білген адам жәннатқа кіреді дейді. Және де Алланың көркем есімдерінде хайыр өте көп. Мысалы үшін Алланың Әл-Уахаб деген есімі бар, сый беруші. Ол сый беруші, өзіңе өміріңе сыйлық қалап жүрсің ба, Алланың Әл-Уахаб есімімен дұға тіле, өміріңе міндетті түрде сыйлық келетін болады. Аллах тағаланың Әр-Разақ есімі бар. Өміріңде қарыздан, кредиттен қиналып, төлей алмай, ақшаң тоқтап қалды ма, Әр-Разақ деп дұға тіле, Аллах тағала міндетті түрде беретін болады. Және менде менің бір шәкіртім бар, айтады, сізден менторлықты қатты оқығым келді дейді, сізмен психолог болғым келді дейді. Бірақ ақшам жоқ еді ол кезде дейді. Осыдан 3 ай бұрын өзіңіз де танисыз ол қызды, сөйтіп барып Алматыға сабаққа барған кезде мен сізден оқимын, мен сізден қайтсем де менторлық аламын деп қалған, психолог маманы боламын деп. Сөйтіп сол қыз айтады, сіз Алматыдан сабақтан кеткеннен кейін мен күніге Алланың көркем есімімен мен психолог маманы боламын деп жазып шықтым дейді. Арада 1 ай уақыт өткеннен кейін ақша тауып, психология мамандығын меңгеріп, қазір психолог болып, жұмыс жасап, ақшасын тауып, армандары орындалып тұрды. Және де бұндай чудолар өте көп. Үй ала алмай жүрген қаншама адамдар бар. Үй ала алмай, жаңағыдай
квартирадан квартираға көшіп, Алланың әрбір 99 есіміне сіз мысал үшін Алла, Әл-Уахаб, Әл-Бари деген есімдеріне бір арманыңызды жазып отыратын болсаңыз, сол 99 есіміне арналып жазылған арманыңыздың барлығы орындалады екен. Ол біріншіден Алланың қалауымен, екіншіден сіз Алланың көркем есімін жаттайсыз, үшіншіден сіз армандарыңызды қағаз бетіне түсіресіз. Сол кезде сіздің өміріңізде орындалмайтын арман болмайды. Рахмет, үлкен ұнады сіздің жауабыңыз маған қатты. Бүгінгі тақырыпқа байланысты сізге басты сұрағым намазға және орамалға қалай келдіңіз? Сол жайлы айтып өтсеңіз, бәрімізге қызық деп ойлаймын ол жайында. Менің намазға келуіме себепкер болған ол әкем десем болады. Себебі бізде папам жаңағы отбасымызда бір ауыр сынақ болды. Оның алдында өте бұзық, жаңағындай ішіп, шегіп жүрген адам еді. Кейіннен барып отбасымызда бір ауыр сынақтан кейін ол дінге келді. Дінге келіп, одан кейін уже барлығымызға дінді үйрете бастады. Намаз оқыңдар, жаңағыдай орамалға келіңдер деп. Сол кезде менің ішімде папам орамал тақ, намаз оқы деген сайын бір қарсыласу болатын. Орамалда қыздардың барлығын жек көріп кеттім. Яғни оны мен өзім іште қалып келмедім. Сосын бір күні папам Меккеге кетті. Меккеге барып, құлшылық жасап, сосын үйге келіп, мен әкем дауыстап өз дұға тілейді. Сол кезде сұрап жатыр екен: Алла тағалам, қызым орамалға келсін, қыздарым деп, әйелім орамалға келсін, намазға келсін деп. Содан кейін бір күні басыма бүйтіп айнаға қарап орамал тағып қалсам, әдем жарасып тұр, түріме әдем болып тұр. Сосын Аллах тағалаға намазға келіп, Аллахым, мен бүгіннен бастап сенің қалауымен орамалға келем. Бірақ маған ешқандай негатив айтпасыншы, себебі мен ешқандай негатив естігім келмейді деген кезде Алланың қалауымен орамалға келдім. Бәрі Аллахтың қалауымен шешіліп кетті ғой. Жаңағыдай әдемі болып тұрсың, керемет жарасып тұр, бәрі әдемі болып тұр деген сияқты комплименттер естіп, солай болды. Ал намазға келу менің ауыр сынақпен келген. Яғни жаңа айттым ғой, папам маған қызым намаз оқы десе де іште қарсыласу болатын. Бірақ сөйтіп жүргенде бір ай астма болдым, ауырдым. Ауырған кезде уже реанимацияға түсіп қалдым. Реанимацияға түскен кезде өмірімнің бәрі көз алдымнан өтті. Мен не істеп жүрмін? Дәл қазір мен өліп қалсам, Алланың алдына барған кезде не жауап берем? Менің өмірім қалай болады деген сияқты іште қорқыныш болды. Сол кезде Алла тағаладан уәде беріп сұрадым: Аллахым, мен осы жерден осы ауруды жеңіп реанимациядан шығатын болсам, мен намаз оқимын, тәубеме келем, әрдайым өзіңмен байланысты реттеп жүрем деген кезде ауру жазыла бастаймын. Дәрілер тез әсер етіп, чудо бола бастайды. Сөйтіп жазылып шығам, содан бастап намазға келем және жүрекпен намазды сезініп оқитын болам. Тақырыбымыздың өзі осы отбасыға келіп қалды ғой. Мысалы, отбасыда тыныштық орнау үшін Алланы ұмытпау керек пе? Сол жайлы айтып өтсеңіз. Әрине, себебі Алланы ұмытқан жерде шайтан жүретін болады. Яғни шайтан аузубиллах әйелді азғырып жібереді, еркекті азғырып жібереді. Мысалы үшін әйелдің құлағына сыбырлай бастайды. Күйеуі кеткен кезде, сенің күйеуі анамен жүрген шығар, мынамен жүрген шығар, звонда оған ұрыс, бәлеқорлан деп, әйелдердің иманы әлсіз болған сайын шайтан азғыруына ере беретін болады. Еркектерде де тура сондай. Яғни сенің әйелің біреуге күліп тұр, қара ол мынандай киініп алыпты, анандай киініп алыпты деген сияқты еркекті азғыра береді, одан кейін еркек әйеліне ұрса бастайды. Ұрыс болған жерде ол дінді айтып қойған кезде әйелде жаңа айттым ғой, папам маған айтқан кезде менде бір отвращение болды деген сияқты ше, әйелдер діннен қаша бастайды. Орамал таққысы келмейді, таққан орамалын шешіп тастайды деген сияқты. Тура сондай нәрсені шайтанның емес, Алланың имандылығын арттырыңыздар. Тәубеге келіп, әрдайым сүре тыңдап, уағыз тыңдап, мүмкіндік болса Құранға түсіп, Құран жаттайтын болсаңыздар, сіздердің өмірлеріңізде нұр үстіне нұр, береке үстіне береке кіреді. Баяғыда бір кісі ұстазынан сұраған екенді: мен әйеліммен күніге ұрсам, күніге прям уже біз ажырасу үстіне жүрміз, не істесек болады деген ғой. Сөйтсе ұстаз айтыпты: сен үйіңе бар да пайғамбардың тарихын оқы, бірақ ешкімге айтпа деген екен. Әйеліңе не оқып жатсың, вообще әйеліңе уағыз айтпа, бір ай еш нәрсе істеме, тек уағыз, жаңағы пайғамбардың тарихын оқи бер деп. Сонымен жаңағы кісі үйіне барған, күніге әйелі уже ұрсуға дайын тұрады ғой. Сөйтсе әйелімен ұрыспайды дейді, кітабын алып оқып ұйықтап қалады, кітабын алып оқып ұйықтап қалады. Уже бір айдан кейін әйелінің терпениесі жетпей, саған не болып жатыр, давай не оқып жүрсің, маған да оқып бер деген ғой. Сөйтіп әйеліне бір ай тағы да жаңағы пайғамбардың тарихын оқып, 2 айда ажырасу үстінде тұрған отбасы достасып, махаббат болып, гармоничный қарым-қатынас құрып кеткенді. Сол себепті Алланы ұмытқан жерде
берекесіздік, сынақтар көбейіп, Алла бәрібір есіңе салатын болады. Сол үшін де есіңе ауыр сынақ келмей жатып, Алланы әрдайым өзің ұстап жүр. Аллаға әрдайым, мысалы, сөз бар ғой, жақсы күніңде сен Алланы ұмытпасаң, жаман күнің сенің болмайды. Ал жаман күніңде сен Алла деп кететін болсаң, сенің өміріңде жаман күндер бірінің артынан бірі қайталанып келе беретін болады. Мысалы айтып жатсыз ғой, Алланы ұмытқан жерде береке де кетеді, бақыт та кетеді деп ше, соны қалай сақтап қалуға болады? Алланы ұмытқан жерде береке сақталып қалу үшін сіз алдымен береке деген не екенін түсінуіңіз керек. Мысалы үшін бізде береке десе ақша деп ойлайды, біреу береке десе жаңағыдай сыйлық деп ойлайды, біреу береке десе жаңағы тағы басқа көп қыстырып қояды да. На самом деле өмірде берекелі тыныш өмір сүремін десең, сенің деніңнің сау болғаны өзі береке. Сенің ауа жұтып сөйлеп отырғанның өзі бақытты. Сол себепті өмірде әрдайым жақсыға фокустарыңызды ауыстырыңыздар. Жақсы нәрсе көрем десеңіз, жақсылық болады. Жаман нәрсе көрем десеңіз, өміріңізде әрдайым жамандық болады. Көзде жақсылық көретін, әрдайым жүрегі таза адамның өмірінде бір көрінбейтін нұр шуақ болып тұрады екен. Ал әрдайым жаман айтып, жаман сөйлеп, негативке кіре беретін адамның өмірінде, айтып тұрмын ғой, жаңа шайтан аузубиллах жақын жүріп, жын, шайтан деген нәрсе жақын жүреді. Ол адамдар әрдайым қалай өзі ұрсып қойғанын, қалай өзі негатив шақырып қойған байқамай қалады. Аузубиллахи минаш шайтанир раджим, бисмиллахир-рахманир-рахим деп әрдайым салауатпен тіліңіз таза болып жүрсе, берекенін сіз сезінетін боласыз. Оны айту бір бөлек, сезіну, өміріңізге қалыптастыру бір төбе бөлек әңгіме. Иә, дұрыс айтасыз. Тағы да бір сұрағым бар сізге осыған байланысты. Мысалы, қазір сенгіш адамдар көп. Адамға сенеді, бір айтқан сөзіне тәуекел етіп, сеніп кете беретін адамдарға не айтасыз, қандай ақыл кеңесіңізді айтасыз? Мысалы үшін адамға сенбе, Аллаға тәуекел ет дейді. Адамға сенсең, ол сенің жүрегіңді жаралап қоюы мүмкін. Ал Аллаға тәуекел еткен адам, ол әрдайымда бақыт пен берекеге толы өмір сүретін болады. Бірақ бізде адамдар Алланың өзіне ренжіп алады. Мысалы үшін, мен сұрадым ғой, ол маған бермеді. Мен істеп жатырмын ғой, бәрібір мен дұғам қабыл болмайды дейді. Бұл өмірде Алла бізге мұқтаж емес. Біз Аллаға мұқтажбыз. Алла сенің намазыңа, орамалыңа, сенің ішіңдегі иманыңа мұқтаж емес. Ол сенің жаратқан жаратушың. Сен Аллаға мұқтажсың. Яғни сенің ішіңдегі мұқтаждықпен, Аллаға деген сенімділікпен сұрайтын болсаң, өміріңде ешқандай дұға кері қайтарылмайтын болады. Сол үшін де адамға сеніп, көріп жүрміз ғой, мысалы үшін өзіміздің де жұмысымызда білесіз өзіңіз, измена не үшін көбірек болады? Измена күйеуіне көбірек сеніп кетеді. Өмірінде Алланы ұмытып қояды, күйеуін құдайдай көріп, ол адал, ол сондай, мен үш ойлансам да күйеуім маған измена жасайды деп ойланбаппын дейді. Неге сен ойланбайсың? Неге сен застраховка жасамайсың? Алдын алмайсың сол нәрсені. Бірақ мен қатты айтсам айып етпеңіздер, изменаны алдын алу мүмкін емес. Анджелина Джолиға да измена жасайды, әйелі кукла болса да измена жасауы мүмкін. Ол еркектің санасына бермесе өте қиын. Әр адамның санасымен, нәпсісімен күреспеңіздер. Дұрыс айтасыз. Измена көбейіп кетті ғой қазір. Әрине. Мысалы, намаз бастағысы келіп жүрген адамдар бар да, бірақ намаз бастауға қорқады. Сол адамдарға қандай ақыл кеңесіңізді айтасыз? Қалай бастауға болады ол адамдарға? Намаз деген қызыл түйе сияқты дейді. Қызыл түйе? Иә, еркіне жіберіп қойсаң, қызыл түйе ол сахарада кете береді екен. Айдалада ол суда ішпей жүре береді. Тек алдыға түсіп кете береді. Тура сол сияқты намазды бүгін бастаймын, ертең бастаймын, арғы күні бастаймын десең, сенің уақытың өтеді кете береді. Сенің алдыңнан осындай бір видео шығып қалуы мүмкін, намаз баста деген. Саған Аллах тағала 3 түрлі жолмен белгі береді екен. Біріншісі, сен мысалы үшін дүкеннен нан алып жатасың да, ана екеуі сөйлесіп жатады. Бүгін мен намаз оқыдым да, мен бүйттім да, сөйттім да деп, сен сол жерден барып, егер сенің иманың мықты болса, сен тәубеңе сол жерде келіп жылап намазға жығылады екенсің. Ол бір. Екінші, сенің алдыңа осындай нақты белгі келеді. Или сенің папаң айтады менікі сияқты, или болмаса саған осындай видео шығады, или күйеуің айтады, или мамаң айтады. Саған келеді нақты, намаз бастасай жүре бересің ба деген сияқты ше. Ал үшіншісі, сен сол екі белгіні де түсінбесең, саған ауыр сынақ келеді. Яғни сенің зацепкаңнан. Күйеуіңмен зацепленесің ба, күйеуіңмен сынақ келеді. Балаңа зацепкіле бар ма, баламен. Ақшада зацепкі бар ма, ақшамен. Байлыққа құмартып тұрсың ба, байлығыңды жұлып алады деген сияқты. Сенің өміріңде сен неге зацепленасың, сол нәрсемен сынақ басталады. Сол үшін де өмірде ешқашанда бір нәрсеге жабыспай, жақсы сөзбен намаз оқыңыздар. Ол менің міндетім айту, намазға келіңіздер, намаз оқыңыздар. Сол кезде сен бүгіннен бастап кетсең, саған ешқандай сылтау қабыл болмайтын болады.
Жаңа біз орамал туралы айтып кеттік қой, сіздің орамалға келгеніңіз туралы. Қазіргі таңда орамалға келе алмай жүрген қыздар өте көп. Сол қыздарға ақыл кеңесіңізді айтсаңыз, орамал тағуға қорқады, тастап кетуге қорқады. Соны айтып кетсеңіз. Мысалы үшін қазір орамал таққандарға қарағанда орамалын шешіп тастап жатқан қыздар өте көп. Мысалы блогерлерден де көресің, әншілерден де көресің. Бір күні қарасаң орамал тағып жүреді, екінші күні қарасаң орамалмен тастап кетті деп жатады да. Орамал ешкімді ешқашан тастамайды. Намаз ешкімді ешқашан тастамайды. Ол адамдардың ойлап тапқан сылтауы. Яғни сен бұл өмірді важный қылып ақыретіңді ойламайтын болсаң, сен орамалыңды тастап кете бересің. Сен орамалды бір алтын тәжің сияқты қарауың керек. Орамалдағы қыздар басында бір алтын тәж бар деп ойлаңыздар. Сол кезде сіз ол алтын тәжіңізді, бриллианттан жасалған тәжіңізді тастап лақтырып кете бермейсіз ғой. Сіз оны қамқорлықта ұстап жүресіз. Орамал тақпайтын қыздар сіздерге бір нәрсе айтқым келеді. Адамның шашы осылай ашық тұрса, көз, тіл, бәле, жын, шайтан бәрі соған жабысады екен, шашқа. Ал адамның шашы жабық тұрған кезде, он Алланың қамқорлығында тілден, жыннан, көзден, бәлекеттен сақ болады екен. Алла әйелді қорғау мақсатында орамал тағу парыз етіп берді. Қорғау мақсатында. Яғни әйелді жазы күні қиналсын, ыстықтасын, бекерден бекер әбіржісін деп орамалды парыз еткен жоқ. Алла сізді қорғаған мақсатында, қамқорлығында алу мақсатында орамалды парыз етті. Алланың қамқорлығына тәуекел етіп, иманыңмен, жүрегіңмен орамал таңдайтын болсаң, сен ешқашан орамал шешпейсің. Ал сен дайын болмай жатып, күйеуің үшін, анау үшін, мынау үшін таңдайтын болсаң, сен тастап кетуің мүмкін. Себебі күйеуі орамал тақ дейді да, күйеуімен ұрысып қалған кезде орамалын шешіп лақтырып, шашын сарыға бояп алатын қыздар өте көп. Сөйтеді де өзі жан тыныштығынан айырылады. Сен орамалды тастап, сен жан тыныштығың бұзылуы мүмкін. Сен орамал тағып, жүрегің де тыныш, әдемі, керемет өмір сүре бастайтын боласың. Ал айтып жатсыз ғой, қазір орамалға байланысты, орамал таққан қыздарда мысалы көп боянады дейді, кірпік істетуге болмайды дейді. Қазір ақылдылар көп қой. Мысалы сіз қатты боянасыз, бояну дінге қарсы ма? Сол жайлы айтып өтсеңіз, көп адамның қоя алмай жүрген сұрағы деп ойлаймын осы. Қараңызшы, ислам діні бұл әдемілік деп айтамын мен. Ислам дінінде еш жерде сен серая мышка сияқты болып боянбай жүр деген сөз емес. Исламда айтады, күйеуіңнің алдында әдем бол деп. Және де күйеуің рұқсат берсе боян. Сен бойдақ қыз болсаң, саған ешқандай запрет жоқ боянуға. Сен смело әдем болып, көрікті болып жүре беруіңе болады. Мысалы, менің күйеуім маған өзі айтып жүрді. Сенің әдемі болып жүргенің, ол менің айнам дейді. Сен менің қасымда әдемі болып, көрікті болып жүруің керек деген сияқты. Ал бір еркектер бар, боянба, таранба дейді, бірақ өздері боянатын, ернін боятын, тырнақ жалғайтын, кірпік жалғайтын қыздарға қарайды. Сосын әйел ойланады, оппа дейді, неге мен боянбауым керек? Менің күйеуім барады да боянатын қыздарға қарайды дейді. Сол үшін де әдемі болып жүру ол өзің үшін. Сен өзің үшін боян. Мысалы үшін Аллах тағала адамның бояуына қарамайды, Аллах жүрекке қарайды. Аллах тағаланың бір күні Мұса пайғамбар Алланың алдына барған екен да, Алла тағалам бүкіл адам мен туралы жаман ойлап жатыр, мен туралы жаман нәрсе айтып жатыр, мен соларды қалай тоқтатсам болады, маған көмектесші деген ғой. Сол кезде Аллах айтқан екен, ей Мұса, адамдар мен туралы да жаман айтып жатыр ғой, Аллаға әлі әмір етпей жатыр. Аллахтың артынан олар жаман сөйлеген кезде сен оның алдында не бопсың деп ше. Сол сияқты адамдар Алла туралы жаман ойлап, Аллаға тәуекел етпей жатқан кезде оның алдында мен кім боппын да. Мен боянуым, боянбауым, ертең ақыретте оны Аллах тағала өзі шешетін болады. Бірақ мен сол үшін әрдайым күнә жасасам, Аллахым біліп, білмей жасаған күнәларым үшін кешірім сұраймын деп айтам. Неге? Өйткені біз біліп күнә жасауымыз мүмкін, білмей күнә жасауымыз мүмкін. Білмей жасалған күнәні Аллах тағала міндетті түрде кешірем деген уәдесі бар. Сенің күнәларыңның көптігі соншалықты теңіз бетіндей болса да, менің мейірімім одан да көп деген екен да. Баяғыда бір әйел полностью жеңіл жүріс әйел болған екен. Жеңіл жүрісті, мүлдем намаз оқымаған, бірақ итке су берген үшін жәннатқа кіріп кеткен екен. Ал баяғыда өмір бойы мешітте молда болып, ислам дінін ұстап, сөйтіп суда очередьте тұрған кезде мен молдамын, мен имаммын, мені бірінші жіберулерің керек деген бір ауыз сөз үшін тозаққа жіберілген дейді. Сол себепті кімнің тозаққа, кімнің жәннатқа баратынын біз білмейміз. Мысалы, сырттан ашық болып тұрып, сіздің иманыңыз менен жоғары болуы мүмкін. Мен орамал тағып тұрып, менің иманым сізден төмен болып қалуы мүмкін. Оның бәрін Алла біледі. Сол үшін жүрекке қарап, жүрегің таза,
жүрегің боялмаған болса болды. Ал бізде жүрегің қарайтып, жүрегің бояп алады да, түрін өтіріктен боямай бүйтіп жүреді. Ал не пайда? Сенің жүрегің қарайып біткен. Жүрегің таза, жүрегің нұрлы болсын. Түр әлпетіңе Алла сені қарамайды. Түр әлпетіңді өзің үшін боян, өзің үшін әдемі бол, өзің үшін құлпыр. Бірақ сенің түпкі ниетің андай болмау керек. Мен елдің көзіне түсем, мен ана жігіт сындырып алам, мен нан қаратам емес. Сенде ол кезде ниет дұрыс болмай, сен күнәға батып кетесің. Сенің ниетің ислам діні бұл әдемілік. Мен әдемі болып жүріп ақ адамдар тартам десеңіз, сол кезде өміріңізде көп пайда болады. Өзіңіз де білесіз ғой, менің жанымда жүргенде көп қыздар айтады, сіз әдем болып жүріп, мен орамалға әуесім ашыла бастады дейді. Сіз әдем болып жүргеннен кейін мен осындай орамал тағуға деген дұрыс ойым қалыптасты дейді. Ал бізде жаңағыдай орамалды бүйтіп тағып алады да, бүйтіп қиналып, әбіржіп жүрген адамдарды көреді, адам желаниясы қаша бастайды. Қойшы, мен бүйтіп әбіржіп жүргім келмейді дейді. Ал сен әдемі болып, құлпырып, сәнді, стильно тағып жүрген әдемі қыздарды көресің, сенде ой қалыптасады. Мына орамалдағы қыздар да әдемі болып жүр ғой, мен де әдем болуға лайықтымын дейсің да, орамал тағып та әдем болу керек екен деп, сен парызыңды орындап, және әдемі болып та үлгеретін боласың. Қазір енді келіп жатыр ғой орамалға көп қыздар. Бізде алдын менталитет басқа еді ғой. Көбісі жек көретін еді орамалды. Дұрыс айтасыз. Ал енді намазға оралсақ, мысалы бізде тахаджуд намазы, истихара намазы сияқты намаздардың түрлері өте көп. Тахаджуд намазы туралы айтып өтсеңіз. Тахаджуд намазы бұл түннің үштен бір бөлігінде оқылатын намаз. Яғни Аллах тағала бұл өмірде нені қатты қалайсың, тахаджуд намазына тұр деген. Тахаджуд намазын оқыған кезде періштелер аспанның үштен бір бөлігіне түседі екен. Сіздің бүкіл дұғаңызды Аллаға напрямой айтады екен. Мен өзім тұрмысқа шығар кезде күйеуімді Алладан сұрап алғам деп айтатынмын ғой, тахаджуд намазына тұратынмын. Өйткені тахаджуд намазына тұрған кезде Аллах тағаланың хайырлысын білетінмін, мен болашағымда қателескім келмейтін. Сол себепті мен Алла тағаладан үзбей, Аллахым, мен жақсы жігітке, өзім қалағандай жігітке тұрмысқа шығайыншы деп, Алла тағаладан қазір сұраған өмірімді сүріп жатырмын да. Сол үшін де сен қазір бойдақ болсаң да, тұрмыста болсаң да, қандай адам болсаң да, нәпсіңді тыйда, өміріңде нені қатты қалап жатырсың? Бай болуды, махаббатқа бөленуді, тұрмысқа шығуды, балалы болуды, тахаджуд намазына тұр. Аллах мүмкін емес нәрсені мүмкін қылушы. Және де бала көтере алмай жүрген қыздарға айта кеткім келеді. Бала көтере алмай жүрген бір әйел болған екен баяғыда. Пайғамбарға келіп, пайғамбар, мен бала көтере алмай жүрмін, не істесем болады деген ғой. Сол кезде сенің тағдырыңда балалы болу жазылмаған, сен үмітіңді үзе бер деген сияқты айтқан. Жаңағы әйел бәрібір үмітін үзбеген, тахаджуд намазына тұрған. 2 жыл бойы үзбей тахаджуд намазын оқып, сенің тағдырында бала жоқ деген әйелдің өзі балалы болған екен да. Сөйтіп бір күні баласымен өтіп бара жатқан кезде жаңағы шок болып, сен қалай балалы болдың дегенде, мен намаз оқыдым деген. Сосын Алладан сұраған ғой, Аллахым, бұл әйелдің тағдырында балалы болмау жазылып тұрған еді ғой, қалай бұл балалы болды дегенде, мен ұялдым деген ғой Аллах тағала. Менен күн сайын үзбей тахаджуд намазына тұрып сұраған құлымның қолын бос қайтаруға ұялдым деген. Сол үшін де Алла үшін мүмкін емес нәрсе жоқ. Сен қатты қалап жүрген нәрсені намаз оқып жетуіңе болады. Сол себепті жай ғана дәретіңді алып, түннің 3/1 бөлігінде ұйқыңды қиып тұрып сұрайтын болсаң, сенің барлық арманың бір сәтте орындалып кететін болады. Ал мысалы өміріңде мысалы бір үлкен таңдау тұратын болса, истихара намазын оқысам, бір таңдауға келуге көмектеседі дейді. Ол рас па? Қаншалықты рас ол? Ол рас. Неге? Өйткені үшін бір адамдардың өмірінде таңдау жасай алмайтын сәттері болады, өмірінде қиналатын, мысалы тұрмысқа шығар кезінде, менің өмірімде тұрмысқа шығар кезде истихара намазын оқығам. Истихара намазын оқыған кезде менің күйеуіммен бірге теңіздің жағасында жүгіріп жүрген бейнем елестеді. Сөйттім де, Аллах тағалам, осы қайырлысы осы шығар деп сеніп тәуекел етіп тұрмысқа шыққам. Менің әпкем тұрмысқа шығар кезінде тоже истихара намазын оқыған. Истихара намазын оқыған кезде айтады, менің көзі алдыма дейді, сол күйеуімнің үйінде чай құйып отырған бейнем түсіме кірді дейді. Сол себепті Аллах тағала сіздің өміріңізге, түсіңізге сол нәрсені кіргізіп қоятын болады. Және де менде бір ситуация бар. Менің консультацияма бір жас жігіт келді. Менің жүрегім жаралы, менің сүйікті қызым басқа біреуге тұрмысқа шығып кетті дейді. Неге десем, мен истихара намазын оқыдым дейді. Истихара намазын оқыған кезде ол қыздың басқа біреумен жүріп жүргенін түсімде көрдім дейді. Және де бір күн өткеннен кейін сол қызды басқа жігіт алып қашып кетіпті дейді. Сөйтіп іздестіріп қарасам, ол менімен де сол жігітпен де ұзақ уақыт сөйлесіп жүрген екен дейді. Сол үшін де истихара намазы сізге тұрмысқа шығар кезде, жұмысқа кірер кезде бір таңдау тұрады ғой, мысалы, былай істейін ба, былай істейін ба деген кезде Аллах тағалаға тәуекел етіп истихара намазын оқып, ұйықтап қалсаңыз, түсімде аян бере көр деп Аллах тағала міндетті түрде түсіңізде жақсы жағын
білдіріп қояды. Неге? Өйткені біздің болашағымызды, өткенімізді, қазіргі сәтімізді бәрін білуші Алла екенін ұмытпауымыз керек. Өзіме қызық болып кетті, истихара намазын қалай оқиды? Истихара намазын, мысалы құптан намазынан кейін 2 рәкат намаз оқып, ниет еттім Алланың разылығы үшін истихара намазын оқуға деп, жаңағыдай дәретіңізді алып оқисыз, ниеттенесіз. Одан кейін истихфар деген дұға бар, сол дұғаны қосып оқисыз. Содан кейін бітіргеннен кейін дұғаңызды тілейсіз. Мысалы үшін сіз жар таңдау болса, Алла тағала маған осы мысалы асқар, мақсат мен үшін қайырлы болса, түсімде маған аян беріп көрсете көр. Қайырсыз болса, оны да маған белгімен көрсете көр дейсіз. Және де менде бір қыз болды. Ажырасам, ажыраспаймын деп ұзақ уақыт ойланып жүрді. Енесінің кесірінен проблема болды. Сөйтіп сол қызға жақын подругам ғой өзімнің, осыны оқышы дедім. Сөйтсем, истихараны оқып болды. 5 минуттан кейін звонок келіп тұр ғой. Күйеуі боқтанып звондап тұр. Далбайып, мен сен кесірінен аварияға түсіп қалдым. Сен малсың, сен нешаксың деп боқтанып отыр. Анау аузын жауып үлгеру мүмкін емес. Қасында отырмын. Белгі ма дедім, белгі дейді. Жарайды, мен сонда да көрейінші деп, жаңағы аварияға түсіп қалдым деген соң больницаға барса, енесі шашын жұлып қуып жіберіпті да. Сол үшінде бұл өмірде ажырасам, ажыраспаймын деген таңдау тұрса да, адамдарға осыны оқы деймін. Және бір әйел келді менде. Күйеуім дейді, 5 баламен ажырасқым келеді дейді. 4 күнде жүрдім, 2 ай вообще артымнан іздеп келмеді дейді. Сөйтіп барып истихара намазын оқыңыз дедім. Истихара намазын оқыған, сонымен кешке қарай 2 ай келмеген күйеуі кешке алтын цепочкамен келіп тұр дейді. Алтын цепочка, гүлі бар, бала шағасында тәттісі бар. Айтады, жаным, мен сенен кешірім сұраймын, мен сенсіз өмір сүре алмайды екенмін. Мен өз қателігімді түсіндім, отбасы болайық деп, отбасы болып тұр. Кейбір отбасылар ажырасу болып тұрса, Аллах тағала күйеуіңіздің шынайы бет бейнесін көрсетеді. Кейбір отбасыларда ажырасу болмау керек болып тұрса, Алла оны да көрсетеді. Хайырлысын. Сол үшін де хайырды тек Алладан күту керек. Бүгінгі тақырыбымыздың соңғы сұрағы, мысалы, жүректің всегда, қалай айтсам болады, әрдайым тыныш болу үшін не істеу керек? Жүрек тыныштығы болу үшін намаз оқу керек, салауат айту керек, Алламен байланысты үзбеу керек. Мысалы, менің өмірімде жаңа жеке консультациямнан айтып отырмын ғой, бір әйел келді. Маған дейді, Аллах тағала мына төбемнен түсіп тұрған жарық свет сияқты дейді. Әрдайым менде бір проблема болды ма, Алладан сұраймын дейді. Кредитім төлеу керек болып тұр ма, Алладан сұраймын дейді. Ананы істеу керек болып тұр ма, Алладан сұраймын дейді. Яғни белгілі бір уақытты, намаз уақытын күтіп жүрмеймін, азан шақырылған уақытты күтіп жүрмеймін. Әрдайым Алламен байланыстамын дейді. Тура солай сіз әдетке айналдырсаңыз болады. Мысалы үшін нефтем, кетіп баратып, бет қол жай деген сөз емес. Өзіңмен өзің жалғыз қалғанда шынайы жүрекпен сұралған дұға ешқашан қайтарылмайды. Ал сен жаңағыдай сұраймын, бола ма, болады, болмаса қояды деп, как попало қарайтын болсаң, тағы да айтамын, Алла саған мұқтаж емес. Сен мұқтаждықпен сұра, ешқандай кері қайтарылмайтындай сұра. Сол кезде сенің өміріңде тыныштық, бақыт, гармония болады. Алламен байланысты үзбе, сенің өміріңде тыныштық үзілмейді. Алламен байланысты ұмытқан кезде сенің өміріңде сынақ, берекесіздік, жамандықтар орын ала беретін болады. Айда ханым, подкастымыздың соңына келіп қалдық. Бүгінгі тақырыптар барлықтарыңыздың жүректеріңізге жетті деп ойлаймын. Подкасттарымыздың ішіндегі ең мықтысы, ең мағыналысы болды деп ойлаймын. Сізге үлкен рахмет. Тағы да алда көрсеміз, бүгінгі тақырып толықтай ашылды деп ойлаймын. Рахмет, Аружан. Қоштассаңыз. Сізге де көп-көп рахмет. Подкастымыздың ең бүгін еркін форматта, жақсы мысалдармен, өте көп қайырлы болған подкаст болды. Алланы еске алған жерде періштелер жүреді дейді. Сол себептен де подкасттың соңында сіз өзіңіз қол жайып, дұғаңызды тілеп, Алланы еске алуды ұмытпаңыз. Өмірлеріңіз сәнді, мәнді, мағыналы болсын. Баршаңызға Аллах разы болсын. Күндеріңіз сәтті өтсін.